Barşaga salem dostlar. iPhone 11 Pro oynatılıp жатыр Telegram'da dostlar. Host Telegram и описание комментарияда Telegram'ның ссылкасы болады. Осыған срочно кіріп Telegram'da ойынға қатысамыз. Просто Telegram кіреміз болды достар. Осы iPhone 11 сіздікі болуы мүмкін. Баршаға салем достар, сіздермен спорт жаңалықтары. Екі салмақтағы экс-чемпион мен Батыр Жүкембаев келесі айқасын дайындалып жатыр. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Батыр Жүкембаев келесі жекпе-жегін дайындығын жалғастырып жатыр деп хабарлайды. Boxrex.com мәліметінше Батыр 13 желтоқсан ақштың Plant City қаласында өтетін Pro Boxing TV шоу аясында рингке шығады. Қазақстандық боксшының қарсыласы Проблема лақабы атты франциялық Мұхаммед Мумин. Кездесу 10 раундқа есептелген. Жүкембаев X бұрынғы Twitter желісінде екі салмақтағы бұрынғы чемпион америкалық Шакур Стивенсонмен бірге түскен суретін жариялап, айқасқа дайындалып жатырмыз деп жазыпты қазақ боксшысы. Жәнібек келесі қадамы туралы ашық айтты. Орта салмақта WBO және IBF чемпионы Жәнібек Әлемханұлы тағы бір титул жеңіп алмақ деп хабарлайды. Бұл туралы боксшының өзі әлеуметтік желіде мәлімдеді. Мамырда чемпиондығымның нокаутпен қорғадым, ал күзде әлем чемпионын жеңдім. Енді менде чемпиондық екі титулы бар және мен 2023 жылы орта салмақтағы ең белсенді чемпионмын. Келесі жылы менде тағы бір белбеу болады деп жазыпты Жәнібек Twitter желісінде. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең қызықты видео тек бізде болады.